Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, жасалу өте оңай хачапури дайындаймыз. Дәл осындай дәмді, үлпілдек болып, жұмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Хачапури дайындау үшін бізге айран, жұмыртқа, ұн, сұйық май, тұз, сода және қант керек. Ыдысымызға айранды құйып, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан кейін сода саламыз, қант саламыз және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Тұйық майды соңында қосамыз, сол кезде қамырымыз жақсы иленетін болады. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Дайын болған қамырды 4 бөлікке бөліп шығамыз. Бөлінген қамырларымызды видеодағыдай жасап шығып, бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін сыр, жұмыртқа және татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Кез келген сырды пайдаланса болады, бірақ сулугуни сырын пайдалансаңыздар өте дәмді болып шығады. 4 бөлікке бөлгеннен кейін біздің салмамызды 4 бөлікке бөліп шығамыз. Дайын болған қамырымызды алып, дәл видеодағыдай қолмен жайып шығамыз. Оқтаймен жайсаңыздар да болады. Мен қолмен жайып шықтым. Ортасына бөлінген салмамызды салып, видеодағыдай жасап шығамыз. Дайын болған қамырларымызды жайып шығамыз. Қызып тұрған сковородкаға пісіріп аламыз. Ешқандай да май құймаймыз. 3-4 мәрте аударып пісіреміз. Дұрыс піскен хачапури дәл осылай көтерілу қажет. Сол кезде араларының барлығы жақсы пісетін болады. Дайын болған хачапуридің бетіне ыстықтай сары май жағып шығамыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.